Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жазира. Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын жұмсақ өткелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге жылы сүт қажет болады және ерітілген сары майымызды дәміне қарай тұз және де қант қосамыз. Әрине міндетті түрде бізде ашытқы, яғни дрож қажет болады. Дәл осылай 10 минутқа бетін жауып қоямыз жылы жерге. 10 минуттан кейін алып, 2 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алып, қамыр илейтін боламыз. Достар, қамырымызды илеп алдық. Қамырымызды илеп болғаннан кейін шамалы май құйып жіберіп, тағы да жақсылап еу қанғанша араластырамыз. Араластырып болып 1 сағатқа ашытуға қоямыз. Достар, 1 сағаттан кейін менің қамырым өте биік болып ашып шықты. Енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Неге дәл осылай бөліп алдық. Енді әрқайсысын жеке-жеке алып, мен салмасына вареный сгущенка салдым. Видеода көріп тұрғандай түйіп алатын боламыз. Неге дәл осылай түйіп алып, бетіне пакетінде жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған 180 градуста пешімізге салып, пісіріп алатын боламыз. Достар, өте дәмді әрі биік болып шықты. Өте жұмсақ болады достар. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер достар менің видеом ұнап жатса, сіздерге пайдалы болып жатса, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңізге міндетті түрде мен жауап беретін боламын.